Айжанның жазылғанын естіп, көрші ауылдағы ағасы бала-шағасымен үйге келеді. Оның Айжанмен қатарлас Асия деген қызы бар. Екеуі айырылмас дос еді. Бастары қосыла кетсе, уақытты қызықты өткізудің түрлі жолын табатын еді. Асия бір жылдың ішінде болған оқиғаларды тоқтаусыз айтып жатты. Бір уақытта кенеттен тоқтап қалды да: «Айжан, емші сенің ауруың судан болды депті ғой», деді Асия. Әңгіменің төркінін басқаға аударып: «Иә, бірақ қандай су екенін білмеймін», деді Айжан. «Сонда екеуміздің құпиямыз есіңде жоқ па?» «Жоқ, қандай құпия?» «Екеуміз орманға барып, адасып, кешкі уақытта көлдің арғы бетіне жүзіп өтіп едік қой. Бәлкім ауруды дәл сол көлшіктен тапқан боларсың». Асия сол уақытқа қайта оралғандай байсалды түрде әңгімесін бастады. «Екеуміз орманда ойнап жүріп, үйден алыстап кеттік. Мен қорыққаннан жылай бастадым. Екеуміз дұрыс жолды табамыз деп бір жерді бір сағат бойы айналып жүрген болып шықтық. Кешқұрым уақытта үйге бастайтын жол деп тапқан жолмен келе жатқанда алдымыздан көлшік шықты. Мен жүзе алмайтынымды айтып жылай бастадым. Сол уақытта сен мені алып жүзіп өттің. Өзің менің кесірімнен бірнеше рет суға баттың да жағаға шыққанда далаға қараңғы түскен. Екеуміз сол көлшіктің жағасында түнеп шығамыз деп шештік. Сен бірден ұйықтап қалдың. Мен қорыққаннан көпке дейін көз ілмедім. Бір уақытта қалың ағаштың арасынан сол жақ тұстан қара қасқыр бізге қарай тістерін ақситып келе жатты. Мен айқайлап жылап сені оята бастадым, бірақ сен оянбадың. Сені қанша оятуға тырыссам да бұл әрекетімнен ештеңе шықпады. Қасқыр бізге қарай жақындап келе жатқанда оң жақтан ақ қасқыр шықты. Ақ пен қара қасқыр бір-бірімен төбелесе бастады. Ақ қасқыр екінші қасқырды жеңді де келген жағына қарай кетті. Қалың орманға толық жұтынып кетпей тұрып бізге көз тастады. Таң атқанда сен ояндың. Мен түнде болған жағдайды айтып бергенде сенбеген едің. Таң ата бізді ауыл тұрғындары да тауып алды. Екеуміз екі қасқыр туралы оқиғаны да, көлшікте жүзіп өткенімізді де ешкімге айтпаймыз деп шештік. Айжан сол кезде бастан өткергенін еміс-еміс есіне түсірді. Үлкендердің су перісі болады, түнде әйел адамға суға баруға болмайды деген сөздері есіне түсті. Бәлкім сол түні емші айтпақшы, ауруды судан тапқан болар деп топшылады. Өткен күндер қорқынышты түс секілді өтті де кетті. Айжанның отбасына шуақты күндер қайта келді. Бір күні Айжанды емдеген емші қайтыс болды. Халықтың айтуынша Айжанды емдеген емші төсек тартып жатып қалған. Содан оңалмаған екен. Айжанның дерті неден болғаны белгісіз, оған медицина қызметкерлері де түсініктеме бере алмады. Асияның орманда су жағасында көрген екі қасқыры да қорыққаннан немесе қиялынан туған дүние ме, жоқ па, ол да белгісіз. Айжанның ауруы сол күйі жұмбақ күйінде қалды.